Баршаңызға сәлем. Бүгін біздер ең оңай печенье дайындайтын боламыз. Құрамына ұн, қопсытқыш, сары май, қант ұнтағы, жұмыртқа сарысы, сүт және шым-шым тұз қажет. Үй температурасындағы сары май мен қант ұнтағын араластырып аламыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын қосамыз. Тұз, қопсытқыш, ұнды үккіштен өткізіп, бір келкетіп барлығын араластырамыз. Масса қоюланғанша қасықпен араластырып, кейін қолымызбен қамырды иландырып аламыз. Қамырымыз дайын болған соң 30 минутқа тоңазытқышқа салафанға салып алып қоямыз. Қамырды тоңазытқышта ұстасаңыз, печеньеге пішін беру оңай. Қамырды тоңазытқыштан алып, өзіңізге керекті пішінді печеньеларды жасасаңыз болады. Печеньені әрлеу үшін мен какао ұнтағы мен шанышқыны қолдандым. Печеньеге пішін беріп болған соң 180 градуста қызып тұрған пешке 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей біздің печеньеміз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Видео ұнап жатса лүпіл басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.